Ашықтық пен айқындық. Полиция қызметінің қазіргі басты ұстанымы осы. Өйткені қарапайым халықтың тәртіп сақшыларына деген сенімі селдіріп, селкеу тартқан уақыт. Соңғы жылдар бедерінде ішкі істер саласы қызметкерлерінің қожыраған жұмысы қоғамның көңілінен шықпай жүргені өтірік емес. Сондықтан Қазақстан полициясы үлкен реформаны қолға алды. Алғашқы нәтижелері жаман емес. Алдымен басшылық құрамның штаттық кестесі қысқарды. Тұрғындарға қызмет көрсетудің жаңа үлгісіне көшті. Бұрынғы басшылық қараша халық түгілі тілшіні көрсе бетін басатын, қасқыр көрген қоянды шыр айналып қашатын. Тіл көзіміз тасқа, ведомствоның жаңа басшысы Ерлан Тұрғынбаев бүгінде жұртшылықпен өзі жеке кездесе бастады. Жақсы нышанға баладық, пиар емес деп санадық. Уақыт көрсетер. Темірдей тәртіп пен сауаттылық полицейлерге қойылатын негізгі талап. Алайда тәртіп сақшыларының бәрі бұл талаптың үдесінен шығып жатыр деуге келмейді. Биыл өтетін аттестация барысында олардың құрамы біраз жаңарғалы, тазарғалы тұр. Сынақтан сүрінгендер қызметтен кетеді немесе лауазымдары төмендейді. Алайда аттестацияның уақыты өзгерді. Президент сынақты көктемде емес, күзде бастауға пәрмен берді. Мен ішкі істер министрлігінің қызметкерлеріне арналған аттестацияны 1 қазанға шегеру туралы шешім қабылдадым. Бұл туралы премьер-министр мен министрге айттым. Бастысы елде тыныштық болу керек. Ал қоғамның тыныштығын қамтамасыз еткен полицейлердің өз жағдайын жақсарту үшін министрлік нақты шараларды қолға ала бастады. Өйткені көбісінің жалақылары мардымсыз, жұмыс орындары ыңғайсыз. Аядай бөлмеде 10 тергеуші отыруға мәжбүр. Яғни тергеу амалдарының құпиясын қасындағылар естіп біліп отырады. Бұдан соң кей істердің құпия жүріп жатқанына күмән көбейеді. Жыл сайын полицияға 4,5 миллион тұрғын арызданады екен. Алайда оларды қабылдауға келгенде ешқандай жағдай қарастырылмаған. Қызмет көрсету сапасы төмен. Осы мәселелер ескеріліп, елде 165 фронт кеңсе ашылды. Оның міндеті тұрғындарға сапалы қызмет көрсету. Өзбекстаннан келген Алим уақытша тіркеуге тұру үшін бұрынғыдай көп уақыт жоғалтпады. Кеңсеге келіп, санаулы минутта қажет құжатын қолына алды. Маған мұндағы жұмыс ұнады. Қызметкерлер алдымен бәрін анық түсіндіреді, көмектеседі. Шаруамды тез тындырып шықтым. Әр мамандардың қарым-қатынасы қатты ұнады. Буквально 10-15 минут. Әкімшілік ғимаратта бір айдың ішінде 600-ден астам адамға қызмет көрсетілген. Мұндай фронт кеңсе жыл соңына дейін елдің барлық өңірінде ашылады. Бұдан бөлек жаңа формациядағы полиция қалыптасып келеді. Министр Ерлан Тұрғынбаев тұрғындармен өзі кездесіп, арыз шағымдарын тыңдап жүр. Нұр Отан партиясының қоғамдық қабылдауына елдің әр өңірінен 30-дан астам адам келіп, ведомство басшысының жеке қабылдауында болды. Қылмыстық істерді тергеу мерзімі мен сапасына қатысты. Полициялардың қызметіне көңілі толмағандар мен былықтары жайлы, тұрғын үйлерін заңдастыру, құмар ойындар сынды өзекті проблемаларын шешілуіне көмек сұрады. 36 адамның тең жартысының мәселесін министр сол күні сол сәтте шешіп берді. Ішкі істер органдарының модернизациясына байланысты жаңа жол картасы әзірленіп бекітілді. Бұл жол картасында мысалы 54 шара көзделген. Мен ойлаймын, осы 54 шараның барлығы осы іске асса, барлығы орындалса, мынау ішкі істер органдарының қызметі өзі жаңғырып, жақсарып, алдыға басады деген ойдамын. Және де осыған мен сенемін. Реформа аясында биыл штаттық бірлік қысқарды 11%-ға дейін. Тәртіп сақшылары емес, басшылар қатары кеміді. Яғни 1180 басшы жайлы орындарын босатты. Олар мінген 630 қызметтік автокөлікте босап, ауданы ауылдарға берілді. Қысқартудың нәтижесінде 16 миллиард теңге үнемделген. Бұл қаржы биылғы жылдың екінші жарты жылдығынан бастап қызметкерлердің айлығын өсіруге бағытталмақ. Нақтырақ тоқталсақ, патрульді полицейлердің айлығы 65%-ға, жедел тергеу бөлімінің қызметкерлері 55%, учаскелі полиция инспекторлары мен кәмелеттік жасқа толмағандармен жұмыс бойынша инспекция қызметкерлері және мұғалімдердің табысы 25%-ға артады. Сонымен қатар жалдамалы пәтерде жүргендерге төленетін өтемақыны алатын қызметкерлердің қатары көбейеді. Қазір бұл мүмкіндік жедел тергеу бөлімінің 6500-ге жуық қызметкеріне ғана қолжетімді. Енді оған тағы 9100-ден астам адам ие болмақ. Полиция ашық болу керек, полиция халыққа жақын болу керек. Ол елбасының тапсырмасы бар осындай. Сол үшін үкімет жол картаны қабылдады. Сол жол картаның бағыттары нақты бар. Оның ішінде ол маңызды халықтың сенімі. Қазір ішкі істер министрлігінде әлі кемшіліктер бар. Сол кемшіліктерді жою үшін біз осы ісімізді салуымыз керек.
Жең ұшынан жалғасқан жемқорлық тәртіп сақшыларының да атына нұсқан келтіріп жатқаны жасырын емес. Қазір осы бағытта күрес күшейді. Жақында ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев пен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Олег Шпекбаевтың қатысуымен арнайы кеңес өтті. Былтырғы жылдың осы мерзімімен салыстырсақ, пара алу көрсеткіші 50%-ға дейін қысқарған. Бірақ мұның өзі оң көрсеткіш емес дейді министрлік өкілдері. Індет түбірімен жойылуы тиіс. Қазақта сөз бар ғой, бір құмалақ бір қармайды шіртеді деп жатармыз ғой. Осындай фактілер кездесіп қалып жатады. Бұл енді бірақ барлық ішкі істер саласында дендеп кетті деп айта алмаймыз. Өзіңіз жаңа статистиканы көрдіңіз. Бұл жылдан жылға азайып келе жатқан дүние. Бірақ менің басты бір яғни түртіп өтетін жерім бұл сыбайлас жемқорлық мүлдем болмауы керек. Біз осы үшін күресеміз. Халықпен қарым-қатынасқа айрықша басымдық берілген реформа басталды. Халық арасындағы дөрекі полиция ұғымы енді мейірімді полицейге өзгерер. Тек егер саладан бөлек санада өзгерсе. Асима Нұрбайқызы, Апта.